Жылдың соңында зейнетақы өсімі қызу талқыланатыны белгілі. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақының көбейетіні туралы айтылды. Бұл әлеуметтік қолдауды қажет ететін қауым арасында қызу талқылауға тамызық болды. Үкімет тарапынан тағы да жылт еткен жаңалық болып қала ма деп мойын созып отырғандар жетерлік. Жаңа жылдан бастап зейнетақы неге тек 10%-ға ғана өседі деген сауал көптің көкейінде тұр. Расында да неге 10% ғана? Бұған вице-премьер не деп жауап берді? Тақырып қызықтырса видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Сенатта өткен брифингте 2026 жылға арналған индексация зейнетақы индексациясының параметрлеріне қатысты түсініктеме берді. Журналистер зейнетақының неге тек 10%-ға ғана өсетіні туралы сұрағанда, Жұманғарин бұл есептің болжамды макроэкономикалық көрсеткіштерге сүйеніп жасалғанын айтты. Біз орташа инфляция деңгейін 9-10% болады деп болжадық. Сол себепті индексацияны 10% деңгейінде белгіледік. Қазіргі таңда бұл бюджет мүмкіндіктеріне сәйкес жиналған шешім, деді вице-премьер Серік Жұманғарин. Бақ өкілдері индексацияны қайта қарау немесе өсіру мүмкіндігі бар ма деп сұрағанда, министр мұндай жоспар жоқ екенін атап өтті. Қосымша өсім қарастырылмайды, 10% сол күйінде қалады. Бұл көрсеткіш бюджетке енгізілген деп жауап берді Серік Жұманғарин. Еске салайық, бұған дейін ұлттық экономика министрі өңірлердің республикалық бюджетке тәуелділігі 33%-ға дейін төмендейтінін айтқан болатын. 2026 жыл басталғаннан кейін зейнетақының тағы да индексациялануы мүмкін бе? Бұл сұрақ әзірше басы ашық күйінде қалып отыр. Дегенмен үкімет басындағылар инфляция деңгейін есептей отырып, алдағы уақытта тағы да шешім қабылдауы мүмкін. Сондықтан да 2026 жылы тағы да бір өзгерістер орын алуы әбден мүмкін. Расында да зейнетақының 10%-ға ғана өсетініне көпшілік наразы болып отыр, өйткені баға күннен күнге шарықтап барады. Зейнетақыға қосылған 10%-ды инфляцияға жемтік болатыны әбден сөзсіз. Сондықтан да көпшілік зейнетақының көбірек өскенін қалайды. Дегенмен үкімет бұл тарапта қандай шешім қабылдайтыны белгісіз. Бәлкім 2026 жылдың екінші жарты жылығында көпшіліктің ойындағыдай өзгерістер орын алып қалу бек мүмкін. Сондықтан да алдағы күннен үміт үзбей 2026 жылдың екінші жарты жылдығын күте тұрайық.